Көптеген адамдар үшін ұйқы дегеніміз ұйқыдан кейін денеміз бен ақыл-ойымызды демалдыру үшін берілген уақыт. Бірақ бұл айкезбелік адамдарға қиынға соғуы мүмкін. Өйткені олар ұйқыдан оянбай-ақ түннің бір уағында төсектен тұрып, бөлмені аралап, өзімен өзі сөйлесіп, кейде ас үйге барып, ыдыс жуып немесе тамақ ішеді. Елестетіп көріңізші, түнде сіз ұйықтап жатырсыз, кенеттен оянып кеттіңіз және сол сәтте сізге біреу тесіліп қарап тұр. Қандай сезімде боласыз? Комментке жазып кетейік. Жалпы бүгінгі видеомызда біз сіздерге камераға түсірілген 10 қорқынышты айкезбелік жағдайларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Тоғыз жасар Джулия есімді қыз осы аурумен ауырады. Басында әрине қыздың өзі сене алмады, бірақ анасы оны камераға түсіре бастайды. Алдымен қыз түнде үйді айналып, ас үйге келіп, бір түрлі істермен айналысады. Қараңыздар. Джулия кіреберістің есігін өзі ашып кетіп қалады. Бірақ анасы әрине дер кезінде тоқтатып алады. Жалпы қыз таңертең оянған кезде өзінің төсегінде емес, кез келген жерде ояна береді. Калифорния штатында бір қыз басқа біреудің үйіне кірмекші болады. Ол есік алдынан өтіп, терезені сындыра бастайды. Үйдің иесі әрине қорыққаннан полиция шақырады. Оқиға бейнебақылау камерасына түсірілді. 30 жастағы Лили болып шықты. Ол сол сәтте ұйықтап жатқанын айтқан болатын. Автордың айтуы бойынша мына кісі ешқашан сурет салуды, тіпті карандаш ұстауды білмейді екен. Бірақ ол 10 жыл бойы түнде тұрып, өз қолымен әртүрлі суреттер салады. Бір қызығы олар осы суреттерді $5000 сатқан екен. Эмили есімді қыз түнде кенеттен ас үйден біртүрлі дыбыстарды естиді. Барып қараса, өзінің інісі үйді аралап түсініксіз нәрселерді істеп жүр екен. Әпкесі оны оятуға тырысты, бірақ ол өзімен өзі бірдеңе деп сыбырлап, жылап жүр екен. Guys, you need something? Жаңа Зеландияның 12 жасар тұрғыны Изабель Киви айкезбелікпен ауырады. Ол ұйықтап жатқан кезде пианинода ойнай алады, және қыздың туысы өзінің ерекше өнерін видеоға түсіріп, оны желіге салады. Желі қолданушылар әрине қатты таңғалады, және де ол қыз музыкалық мектепте оқиды екен. Мына әйелдің тұрысы өте қорқынышты. Видео авторы бірнеше рет әйелін төсекте таппаған кезде, әйелдің түнде қайда баратынын түсіну үшін үйге бейнебақылау камерасын орнатады. Және бір қызығы, әйел ешқайда кетпейді. Жай ғана осылай кіреберіс жерде теңселіп тұрады екен. Камера түнгі 11-ден таңғы 6-ға дейін қосулы болады, және әйелі таңғы 6-ға дейін осылай қатты ұйқыда болады екен.
Күйеуі түн ортасында әйелінен кейін үнемі оянады. Ол әйелі түн ішінде қайда баратынын анықтау үшін үйге бейнебақылау камерасын орнатады. Осы видео туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Бұл видеоны Яна есімді қыз интернетте 2014 жылы жариялады. Қыз өзінің түнде не істейтінін көру үшін төсегінің алдында бейнебақылау камерасын орнатады және қыз түн ішінде оянып, өзінің қорқынышты көзімен бірдеңеден қатты қорқатын сияқты қылықтар жасайды. Желі қолданушылар бұл видеоны жалған деп айтқан болатын, бірақ қыз бұнымен 100% келіспейді. Тіпті ол қазіргі күнге дейін осылай оянатынын айтқан болатын. Бұл видеода айкезбелікпен ауыратын 40 жастағы әйел түн ортасында тұрып ас үйге барады. Әрі қарай не істейтіні белгілі. Мына кісінің әйелінің айтуы бойынша, біз күн сайын сүт сатып алатынбыз, бірақ сүт күннен күнге жоғалып кететін. Өзінің күйеуіне сұрағанда, ол сүтке мүлдем қол тигізбейтінін айтқан болатын. Сонымен әйелі бөлмеге және ас үйге бейнебақылау камерасын орнатқан болатын және нәтижесінде осындай кадр пайда болды. Сонымен достар, видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Және жаңадан тіркеліп жатқан жандарға көп рахмет. Бүгінге осы, сау болыңыздар.